Инстаграмға мен гандонмын деп айтып. Йо! Удачи емес, саған тоже бір қиын наказание түседі деп. Опа! Йо, аймон. Мама, қазір. Мама, я... Шашалым. Йо! Йо, барлықтарыңа сәлем достар, сендерім әдеттегідей мен Ерлан Канаев. Және де бүгінгі біздің видео сал немесе жазалам видеосы болады. Бұл видеоның ережесін айтып кететін болсам, бізде баскетбольный доп болады, және де оны кольцоға салу керек. Егер де саламай қалған жағдайда, сумканың ішінен наказаниені алып орындайтын болады. Ал егер салсаң, орындамайсың, бәрі керемет болып келесі кезеңге өтетін боласың. Ал челленджді менімен бірге орындайтын ол мен Ади. Я никак не могу оттереть эту грязь. Ты сказала грязь? Да. Я быстро избавлюсь от этой грязи. Или меня не зовут мистер Ади. Ал егер сіздер дайын болсаңдар, біз бастаймыз. Жарайды, онда қазір кім бастайтын шешетін боламыз, Сулифа арқылы шешеміз. Давай, кеттік. Сулифа, Сулифа, Сулифа. Опс. Бол, все, шучу, қалжың, істемеймін енді. Қазір ғана бір ойыма қызық бір идея келді. Қызық болу үшін біз бітейік. Мынаның ішіндегі заданияны бірінші алайық, сосын салайық. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. И заданияны көріп аламыз да, енді біраз қорқыныш, адреналин деген сияқты болады, и қызық болады салғанда. Келісесің ба? Келсем. Давай, мен де келісем. Давай, ал ішінде не бар екен. И 3-ші этаждан жұмыртқаны ұстап алу. ма, 3-ші этаждан жұмыртқаны лақтырамыз, и соны ұстап алуың керек. ма, қазір саламасаң соны істейсің. Давай, Әділбек, енді осындай салатын кезде бір дұғаларыңыз, бір нәрселеріңіз бар ма? Иә, бар. Қайтесіз, қане көрсетіп жіберсеңші, бір болайық. Допты аймайлау екен, все, болып кетті. Давай, кірмей қалды ау. Блин, кіріп кетті. Тапсырманы орындай ма деп ойлағам. Ема, бопты. Қазір менің очеретім болады, наверное, менде де солай өтім жеңіл болып салып кету мүмкін. Так что көріңіздер. Легкий задание, легкий, давай. Еп! Инстаграмға мен гандонмын деп айтып. Ё-ма! Подписчиктерім не ойлайды? Ё, мама қара деші. Ё-ма! Короче, сіздерге бір әдем ұсыныс бар. Егер де мен инстаграмыма жазылып қойсаңыздар, бізде қандай видео түсіріп атқан сіздер біліп отыратын боласыздар, так что өкінбейсіздер. Түсірмейміз, қайттық. Ладно. Мен гандонмын. Удачи емес, саған тоже бір қиын наказание түседі деген ойдам. Что там, қандай екен? 2 hours later. Не, оқыса енді. Жапырақтан очки жасау дейді. Жапырақтан очки жасау. Әділбек, саламай қалсын. Саламай қалсын. Тобыңа әдемі тұмар жасап қойдым ғой. Жолың болатын, удачи болатын. Все, рахмет. Әділбек мырза, сізге мен сияқты керемет дизайнер сізге очки жасап берсін ба? Жоқ. Не понял. Қалай жоқ, жүр кеттік жасаймыз. Қазір Әділбек сол очкиді киді, бірақ мен көрмедім түрін. Так что қазір мен реакциямнан көріп, типа қандай болған. Бір взглядпен уже күліп отыр бар ғой. Елестетудің өзі қорқынышты қазір. Өздеріңіз көретін боласыздар қазір. Опа! Сіз кімге ұқсап тұрсыз, білесіз ба? Кімге? Сіз эльфтердің патшасына ұқсап тұрсыз. Құлағыңыз болмай тұр просто. Айтыңдаршы, комментарийға жазып кетіңдерші, эльфтің патшасына ұқсап тұр ма, ұқсап тұрған жоқ па? Ұқсамаймын. Ұқсап тұр, жазыңдар да комментарийға, оқиды бәрін. Бағана өте көңілді болған маған. Енді мынаны ұстап едім, уже жүрегім соға бастады бар ғой. Ладно. Закатай обратно.
мен мынаны оқи алмаймын. Давай Әділбек менің орныма оқып берсін, маған қандай наказание шыққан. Мені ана тілім жетпейді вообще. Оқып берші ал. Естігім кетіп тұрған жоқ менің ше. Құлағым жауам мен. Давай. Ты что, дурак? Блин, мен де естігім кетіп тұрған жоқ. Ё-моё. Tomorrow for sure. Брат, сенің наказанияң көшеде трусымен жүгіріп өту. Жүрегім тоқтап қалғандай болды. Давай енді Әділбектің кезегі осы жол болған. Қандай керемет наказание күтіп тұр екен. Керемет болып екеуміз бірге тамашалайық. Алған екен Әділбек, давай көріп жібер. Не нәрсе дейді? Нағыл дейді вообще. Қандай екен? Йоймон. Мамаға звондап, мен геймін деп айтып. Оппана, өз рөлін өзіне берді. Ой, Әділбек, ал, неудача, давай. Yes! Ой, өкінішті брат енді. Енді мамаңа шындықты айтатын болды. Қой. Ал енді звондайым. Мамасын звондай келіп отыр, міне мама, қарап алыңыздар. Мама кәді, дайындал Әділ. Так, трубка барып отыр, бәрі нормально. Алло, мам. Бір нәрсе айтайын дегенім. Арнадан алыстамаңыздар, бізде кішігірім реклама. Де, шучу. Мама, я гей. Ебай! Мамасы прямо айтты, блядь. Ема, жестко наказание, брат. Ема, хорош, орындады, красавчик. Әдем орындады. Мен сенбеймін әлі. Мен очередім келді. Ё-майо! Соңғы ішінде ең соңғы тапсырма бұл. Мен шаш алу дейді. Жоқ, неге шашым? Неге именно шаш? Неге басқа жер емес? Ну ладно, қызық емес, неге шаш? Блин. Хотя мен изи салып тастайтынын біліп тұрмын негізінде ше. Бүйтіп бар, бір қолмен салып тастаймын қазір. Хотя қара. Все, қадалдым. Может, екінші шанс? Жоқ ондай, все, бол, шаш алсын бол. Может, келесеміз? Все. Бірақ кездесерміз бәлкім. Болды. Видеоны өшіріп қайтан жазармыз. Қасыңнан өткенде ойламын қалай өтті бұл жылдар. Короче, видео осылай аяқталатын болады. Сіздермен әдеттегідей болған мен Ердан Қанаев және де Адик. Келесі видеода кездескенше барлықтарыңызға давай. Қасыңнан өткенде ойламын қалай өтті бұл жылдар. Байқамай түс кеттім, аяқ шығару қиын балшықтан. Өзім қалай жүріп қайтам, қасымда бәрі сайтан. Мен Titanic, I'm a Titanic. Айық болдым, теңіз ортасында өзім жүрдім. Айтқан сөздеріңді бәрі сендім. Ашық шындықты мен сенбеймін, теңгерімсіз сені теңдеймін. Айсберге соғылып кеттім, мен саған қалай жеттім. Қаланың суы терең, тығылды сенің бенең. Күтіңе барма, қаде адамды таңдадың. Тоқтамай зарла, неге қасыма қылмадың. Сен кетті деп мен екі тойлағам, басың істей ма деп те ойлағам.